Сәлем достар, құрметті оқырмандарым және көрермендерім. Бүгінгі видеода мен сәбізді қалай қатыруға болатындығын көрсетемін. Қазір жаз мезгілі, көбісіміздің тәбетіміз тартпайды дегендей. Сол себепті қысқа дайындауымыз керек. Көбісіміз қазір салат жауып, банкілер жауып жатқан боларсыздар. Мен үйтіп жасамаймын, себебі мен қыстан морозильниктен алып, свежий күйінде жаңа пісірілген күйде жегенді өте жақсы көремін. Сол себепті осылай алдын ала қатырамын. Және де қыста сосын жайлап алып, соны істей қоямын. Арнайы порция қылып саламын да. Соны арнайы жасаймын. Мысалы, ең бірінші әдісі сәбізді қатырудың көрсетейін сіздерге. Мынандай қылып, яғни бұны арнайы ет тартқыш массировканың салат істейтін несі, овощи резка деп аталады. Сондай мен арнайы істегенім бар, міне. Сондай мен пакетке салып қойдым. Жылда істеймін осылай. Бұның тиімді жағдайы сындырып қатырған кезде керегіңді алып қолдана беруге болады. Ал екінші әдісі бұл мындай турап, кубик сияқты турап, салаттарға, арнайы рагуларға, суптарға, картоппен істелген гарнирларға қосуға болады. Бұл екінші әдісі. Бұны осылай орап, осылай салып қоямын. Және де кейбіреулеріңіз шатасып кетеді, егер асқабақты сақтайтын болсаңыздар, сыртына міндетті түрде жазып қойыңыздар. Себебі шатасып кетуіңіз мүмкін. Қайсысы асқабақ, қайсысы сәбіз екен. Екеуі ұқсас. Және де тағы да бір үшінші әдісі бар. Ол әдісі арнайы ет тартқыштан өткізіп, осындай қылып мешокқа немесе жаңағыдай шұжық тәріздес қылып орап сақтауға болады. Оны арнайы икра, сәбізден жасалған икра жасауға, тағы да басқа нелерге, тамақтарға қолдануға болады. Ең бірінші сәбізден бастап жатырмын мен. Енді әрі қарай тағы да көкөністерді, жемістерді қатыра бастаймын. Енді пісіп жатқан уақыты. Бұл сәбіз сатып алған сәбізім. Өте қазіргі кезде арзан, сол себепті. Егер еккен адамдар болса, өздеріңіз сол күзде күтіп, осылай салып салуыңызға болады. Мен қазіргі кезде қол бос болғасын, осылай арзан болғасын сатып алдым. Биыл мен сәбіз еккен жоқпын, сол себепті де сатып алып отырмын. Егер өздеріңіз ексеңіздер, әрине сәбіздеріңізді күтесіздер, күзге таман үлгеруіңізге болады. Каналға жазылуды ұмытпайық, әлі талай видеолар болады қазақша нұсқада. Бау-бақша, гүлдер сіздерді қызықтырса, каналға жазыламыз. Сау болыңыздар.